Мен сіздерге бір керемет оқиғаны айтып бергім келіп отыр. Жақында ғана мына бір кісі ешкімге танымал емес, үйі жоқ адам еді. Ал қазір оны бүкіл әлем таниды. Бұл адамның аты Тед Уильямс. Бұрынғы радио жүргізуші 54 жасар Тед Уильямс өз жұмысынан айырылып қалады. Отбасымен ажырасып, нашаға құмарланып кетеді. Сонан соң ол өз үйінен де айырылып далада қалады. Барын жоғалтқан Тед Уильямс далада палаткада өмір сүріп, көшедегі адамдардан қайыр сұрап қиыншылықпен күнін көреді. Нашаның жаман екенін түсініп, одан толыққанды бас тартады. 2011 жылдың 3 ақпанында қарапайым журналист өз көлігімен келе жатып, жолдың бойында көмек сұрап тұрған адамды көріп, қолындағы жазуды оқиды. Ол адам сол Тед Уильямс еді. Ол жазуда былай делінген: «Менде Құдайдың маған берген сыйы бар. Ол дауысым. Мен қазір қиын кезеңді бастан кешіп жатқан бұрынғы радио жүргізушімін. Өтініш, кез келген көмекті қуанышпен қабылдаймын». Бұл жазуды оқыған журналист дауысын тыңдағысы келіп, сол адамның жанына тоқтап, «Ол қандай дауыс? Тыңдасам бола ма?» деп рұқсат сұрайды. Сонда әлгі кісі: "Hey, I'm going to make you work for your dollar. Say something with that great radio voice." When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Мұны естіген журналистің тілі байланып қалады. And we'll be back with more right after these words. And don't forget, tomorrow morning is your chance to win a pair of tickets to see this man live in concert. Thank you so much. Таң қалған журналист үйіне барған соң дереу бұл видеоны ғаламторға жүктейді. Солайша осы видеоны бір күннің ішінде 1 миллион адам қарайды. 2011 жылы бұл өте жоғарғы көрсеткіш болатын. Кеше ғана ешкім танымайтын Тед Уильямс ертеңіне бүкіл әлемге танымал адам болады. Сол кезден бастап оның жаңа өмірі басталады. Қазір ол кезек-кезек сұхбаттар беріп, ең танымал бағдарламаларға қатысып, қымбат жарнамалық видеороликтерге түсіп, миллиондаған ақшаға ие болды. Дауысы сондай ерекше, халық оған алтын дауыс деген атақ берген. Кішкентай ғана сәт адамның өте қиын өмірін жақсы, жарқын өмірге өзгертіп жіберді. Барымызды бағалайық, қиындыққа мойымай, әрбір сәтті дұрыс, пайдалы іспен өткізейік. Видео ұнаса лайкты басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода көріскенше. From NBC News, this is Today with Matt Lauer and Meredith Vieira. Live from Studio 1A in Rockefeller Plaza.